Сүннетті ұстанасың ба, әлде мазхабты ма деген сұрақ дұрыс па? Бұл кейбір жат ағым өкілдері жиі қоятын сұрақ. Бірақ шын мәнінде бұл сұрақ дұрыс қойылған сұрақ емес. Өйткені мазхаб пен сүннет бір-біріне қарсы ұғымдар емес. Мазхаб дегеніміз Құран мен сүннетті терең меңгерген мұжтахид ғалымдардың сол дәлелдерге сүйенген жасаған түсіндірмесі. Олар дінді өз ойымен шығарған жоқ. Барлық үкімдерді Құран мен хадистен алды. Мұсылманның барлық аят пен хадистен өзі үкім шығарамын деуі дұрыс емес. Себебі әрбір аяттың түсу себебі, әр хадистің айту жағдайы және үкім шығару қағидалары бар. Сондықтан Алла тағала Құранда егер білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар деп бұйырады. Демек, білімі жетпейтін адамның сенімді ғалымға жүгінуі әлсіздік емес, шариғаттың талабы. Мазхабқа еру сүннеттен бас тарту емес. Керісінше, Құран мен сүннетті дұрыс түсініп, дұрыс амал етудің жолы болып табылады.